Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін біздің сұхбатымызда қонақта үздік сабақта 2026 байқауының жеңімпазы, Республикалық педагогикалық идеялар фестивалінің қатысушысы, Сәтпаев қаласы әкімдігінің құрмет грамотасы иегері, Мерейлі отбасы 2018 байқауының иегері, педагог-дебатер Ералиева Балзия Қамбаровна. Қош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, өте жақсы. Бүгін арамызда бір жақсы сұхбат болады деген ойдамын. Енді сұхбатымыздың тақырыбы баланы адалдыққа тәрбиелеудегі ата-ананың жауапкершілігі тақырыбында сөз өрбітеміз. Енді жалпы өзіңіз адалдық дегенді қалай түсінесіз? Отбасыңызда, осы бала тәрбиесінде осы адалдықтың маңызы қандай? Жалпы адалдық ұғымына келетін болсақ, ең бірінші адалдық деген ол шынайылықтан туындау керек, яғни адам өзіне шынайы болса, қашанда осы бағыт ұстанса, және де ол міндетті түрде адал болады. Жалпы адалдық деп жатқанымыз әділдік, тура жолмен жүру, өз қалпыңды ұстау деп солай ұғынамын. Және де жалпы адалдықты отбасында ұстануда бұл ең бірінші сенімділік керек, өзіңе және де балаларға. Жалпы отбасында сенімділік болса, шынайылық болса, ол жерде міндетті түрде адалдық болады. Ал адалдық болған жерде оның арғы жағы жауапкершілікке жалғасады. Сонда қарап тұрсақ, бұл екеуі, адалдық пен жауапкершілік, қай салада болмасын, отбасында, жалпы мектепте болмасын, бірге жүретін нәрсе деп ойлаймын, екеуі де. Сонда ғана бұл өзінің жемісін береді, тәрбиеде өз жемісін көрсетеді. Жақсы, енді осы адалдық құндылығын өз отбасыңызда қалай қалыптастырасыз? Жаңа бірінші сұраққа жауап берген айтып жатырмын ғой, жалпы ең бірінші шынайы болса, адам өз-өзіне сенімді болады, қай жерде болмасын. Яғни ешқандай ақталуда қажеті жоқ, немесе түсіндірудің де қажеті жоқ. Жалпы адам өзінің өмірін шынайы өмір сүрсе, отбасында шынайылық болса, сол арқылы баланың тәрбиесіне үлгі болады. Яғни оны балаға адал бол, немесе әділ бол, жауапкершілікті бол деп айтып, сөзбен айтып керегі жоқ. Оны қашанда қай отбасында болмасын, оны өз ісімен көрсеткен дұрыс. Яғни балаға, қазақта сөз бар ғой, балапан ұшқанда ұяда көргенін жасайды деп. Сол сияқты өзі бала үйде не көрсе, сыртта соны жасайды. Яғни бұл жерде ата-ана өзінің іс-әрекетімен нені көрсетеді, айтқаннан қарағанда бала үйде не көрді, соны сыртта жасайды деп ойлаймын. Яғни ең бірінші ата-ана өзі әділ болып, шынайы жүрсе, өзінің жақсы жағынан балаға көріне білсе, сол балаға үлкен тәрбие болмақ. Көп айта бергеннен қарағанда, оны өзіңіздің тәжірибеңізде көрсеткен дұрыс сияқты. Дұрыс айтасыз. Балаңыз өзіңізге, өз ата-анаға қарап, әрі қарай бағыт алады, соны үлгі ретінде көреміз, ата-анамызды. Жақсы, енді қателіксіз адам болмайды дейді, сіз адам жоқ. Енді осы балаңыз егер қателік жасаған кезде, сіздің алғашқы әрекетіңіз қандай болмақ? Енді қателік жасағанда әрине, әркім болмасын, қандай адам болмасын, ол эмоцияға беріледі деп ойлаймын. Бірақ сол эмоцияны ата-ана болғаннан кейін, бала тәрбиелеп отырғаннан кейін, міндетті түрде эмоцияны басқара білу керек. Яғни ең бірінші жалпы өз тәжірибемде болмасын, жалпы айтар кеңесім деп те айтуға болады. Эмоцияны басқарып, баламен шынайы түрде себебін талқылап, соны түсінісу керек. Яғни бала ең бірінші ата-анадан міндетті түрде қорқады. Сондықтан жаңағыдай артық сөз айтылмаса деп ойлай ма, артық жазаланбасам деп те ойлайтын шығар. Сондықтан ең бірінші жалған айту осыдан шығады, қорыққаны. Сондықтан баламен міндетті түрде жаңа эмоцияны басқару арқылы баламен санасу керек, ең бірінші нәрсе. Яғни баламен санаса білсеңіз, баламен ата-ананың ортасында міндетті түрде сенім орнайды. Бала ең бірінші сыртқа емес, ата-анаға сенетінін түсіну керек. Яғни сол ортаны ата-ана үйде қалыптастыру керек. Яғни бала сенімді сырттан, қолдауды сырттан емес, ата-анадан іздеу керек. Сенімді сене білсе, ол міндетті түрде ол жерде жақсы қарым-қатынас орнайды. Сондықтан эмоцияны басқара отырып,
баланың сенімін міндетті түрде бақылау қажет, немесе сол сенімді орнату керек. Сонда ғана екі жақты байланыс орнайды деп ойлаймын. Жаңағындай айғай шусыз, ұрыссыз бірінші эмоциямызды ұстай біліп, ары қарай баламен сырлас дос ретінде сөйлесе білу керек. Ашық сөйлессек, міндетті түрде бала ашылады, ойындағысын айтады. Міндетті түрде қолдау көрсету керек. Ең бірінші жаза емес, ең бірінші қолдау көрсету керек. Түсіну керек баланы. Қазіргі таңда, қазіргі заман басқаша деп жатамыз ғой. Сол сияқты әр уақыттың өзінің ағымен жүрген дұрыс. Яғни баламен санасу керек. Ол кішкентай бала болсын, үлкен бала болсын. Жай ғана қарапайым түрде дүкенге апарамын деп ол балаға алып бармай жүрсеңіз, баланың ата-анаға деген сенімі селкеу түсе бастайды. Сондықтан қандай уәде бергенде де, сөйлеген кезде де баланың сенімінен шығатындай, сол сенімді бала сенгенде сол уәдені орындай алатындай деңгейде болу қажет. Яғни баламен шынайы сөйлесу керек. Жақсы, енді жаңағы көп отбасыда бірақ эмоцияны барлығы бірдей ұстай бермейді. Осы сәтте жаңағыдай баланың көңіліне қаяу түсіретін сөздер болады арасында, отбасыларда. Осы кезде қандай ақыл ұсынар едіңіз, қандай ақыл айтар едіңіз? Мысалға, жаңағы бала өтірік айтса бірден ұрсатын ата-аналар бар, тыңдағысы келмейтін ата-аналар бар. Сондай сәтте не істеу керек? Халқымыз айтады ғой, ашу дұшпан, ақыл дос деп. Яғни ата-ана болғаннан кейін, саналы түрде сол қадамға барғаннан кейін, міндетті түрде яғни баланы тәрбиелегенде ең бірінші ақылға жеңдіру керек. Ең бірінші. Яғни дер кезінде мен ата-анамын деген, мен баладан жоғары тұрамын деген нәрсені көңілден шығарып, айтылған нәрсе дұрыс емес болса, айтылған сөз айтылған оқпен бірдей дейді. Сол оқты қайтаратын нәрсе ол ең бірінші кешірім сұрау. Яғни кешірімді болу қашанда. Ағаттық жасаса, баладан кешірім сұраудың ешқандай да ұяттығы немесе артықшылығы жоқ. Яғни кез келген жерде кешіріңіз деген сөзден бастағанның өзі өте үлкен көмек. Яғни баладан міндетті түрде кешірім сұрап үйрену керек баладан. Яғни кешірім сұрау, мейірімді болу, ол баланың жүрегін қандай да болмасын жібітеді. Яғни қаталдықты өз орнында пайдалану керек. Ең бірінші мейірімділік қой. Жалпы әлемге керек нәрсе ол мейірім. Сондықтан қандай нәрсе болмасын, баламен санаса отырып, ағаттық жасаған жағдайда кешірім сұраудың ешқандай да олқылығы жоқ. Сондықтан кез келген жағдайда кешірімді болу керек деп ойлаймын. Жалпы мен өз кішкентай баламның өзінен дұрыс жасамасам кешірім сұраймын. Яғни менің істегенім дұрыс болмай қалған шығар, мен кешірші деп. Сосын ол бірден келіп мойнымнан құшақтап, өзінің ойындағысын айта жөнеледі. Кішкентай бала да сезеді. Сондықтан міндетті түрде кешірімді болу керек деп ойлаймын ең бірінші. Сонда ата-анаға барған кезде жаңағы ішкі сезімдерін баспай, баламен керісінше сырласа білу керек. Ал ол жағдай егер орындалмай жатса, жаңағыдай енді ұрыс-керіске әкеп бара жатса, онда кешірім сұрай білу керек дейсіз. Балада үйренеді кешірім сұрауды. Жақсы. Енді сіз өзіңіз ұстазсыз, ұлағатты ұстазсыз, жаңағыдай біз баланың түрінен ақ оның ішкі сезімдерін оқып қоямыз ғой, мұғалімдер. Енді осы кей кезде балалар өтірік айтып қалып жатады, түрлерінен белгілі болып тұрады. Не болмаса енді өз балаңызда кей кездері бір кішігірім өтірік айтқан шығар. Сол кезде енді қандай тәсіл қолданасыз өзіңіз? Енді бала өтірік айтатын себебін ойлаймын, ол бала кейінгі салдарын ойлап барып айтады. Осының салдары қалай болар екен деп салдарынан қорқып, ол өтірік айтады бала. Сондықтан жаңа айтып отырмын, ең бірінші шынайылық, адалдық деп әңгіменің басын бастадық қой. Сондықтан шынайы болса, адал болса, ол бала өтірікке бара қоймайды. Ал енді ондай жағдайда не істеу керек? Ондай жағдайда баламен жылы сөйлесу керек. Көбінде бала көбіне айтып тұрмын, салдарынан қорқып өтірік айтады. Сондықтан ол өтірікке бармайтын бір қадам баламен шынайы сөйлесу, баламен дос болу керек. Қандай жағдайда болмасын,
жас ерекшеліктеріне байланысты болмасын, шынайы сөйлесіп дұрыс жолды көрсете білсе, ол бала ондайдан алыстау жүреді деген ойдамын. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, бала көбінде салдарынан қорқып жатады. Оның арты не болады деген сияқты, ата-анам айтып қоймай ма деген сияқты. Осындай жағдайларда балалар көбінде жаңағы өздеріңіз білетіндей тәжірибеде көбінде бала сондай кезде жалған айтып сондай болып жатады. Яғни ең бірінші ата-анаңа айтамын деп немесе қоңырау шаламын деп баланы үркітіп қорқытпай, баладан дос ретінде, сырлас ретінде сұраса, бала барлық жағдайын айтады деген ойдамын. Және өз тәжірибемде де солай жасаймын көбінде. Енді жақсы, жаңағы өтірік айтқан бала мойындаса, қателігін мойындаса, әрі қарай оны қалай қолдау білдіресіз? Оның ең біріншісі шынайылық деп айтады ма, алғыс. Сені осы нәрсені мойындап тұрғанның өзі үлкен ерлік. Сенің жасаған ерлігің, жасаған ісіңді мойныңа алып, осыны мен жасадым деп айтуың өзі үлкен ерлік. Яғни оған сол үшін саған рахметімді айтамын, дұрыс жасап жатқан ісің, әрекетің дұрыс, жалған айтпау керек деп балаға марапат сөздер айтып, іс жасаған ісі емес, соны мойындаған үшін марапат айтып, осының дұрыс енді, бірақ келесі жолы бұндай қадамға барма, сонда сен бұндай нәрселерді ойластырмайсың, өзің уайымға түспейсің деп баламен ақыл кеңес беріп жүрсе, ол бала түсінеді көбінде. Келесіде қайталамауға тырысады. Енді бізге ата-анамыз айтады ғой, адал еңбек ету керек, адалынан ас ішу керек деп айтып жатады. Енді қазір көп балаларды байқаймыз, жаңағы ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргісі келеді, қатты бір жауапкершілікті сезіне бермеген, барлығы дерлік емес, көбісі сондай. Осы кезде енді адал еңбектің маңызын біз қалай түсіндіре аламыз балаларға? Жалпы қазіргі тәрбиеде де, мектепте де, жалпы мемлекеттік деңгейде көтеріп жатқан мәселе ғой. Адалдық деген, яғни қай жерге бармасаңыз да өтіріктің өмірі қысқа екендігін бала жастан бастап расымен түсіндіру өте маңызды. Қазір адал болу керек, жаңағы айтамыз ғой, перзентім адал болсын деп, бұрыннан ата-аналар сондай бір арман қойған ғой, перзентім адалынан болса екен деп. Сияқты балаға ең бірінші әрине өте қажет нәрсе, адалдап тапқан еңбектің наны тәтті деген нәрсені өте ертеректен түсіндіру керек, әрине жақсы. Яғни ол үшін ең бірінші адам өзі отбасында адалдықты көрсетсе, дұрыс нәрсені, тәрбиені көрсетсе, бала басқа жолға түседі деп ойламаймын. Сонымен бірге қазіргі таңда осыған байланысты дүниелер көп қой, оқитында, көретінде әлеуметтік желіден. Соған дұрыс бағыт бағдар беріп отырса, бала деген бұл бір жас буын тал шыбық сияқты ғой, қай жаққа бұрсаңыз сол жаққа кетеді. Кішкентай ағып келе жатқан су сияқты, арнасын қай жаққа салсаңыз сол жаққа ағатын. Яғни осындай уақытта бала жастан бастап еңбектің наны тәтті екендігін, соның ішінде адал еңбектің наны тәтті екенін күнделікті отбасында көрсету маңызды. Бұл еңбекпен қалай келіп жатыр, бұл нан қай жақтан келіп жатыр, баламен күнделікті санасып, былайша айтқанда есеп беру дейді ғой, әр ата-ана тек өзара емес, баланың алдында есеп беріп отырса, баламен санасып отырса, ол үйдегі қалай қаржы қалай келіп жатыр, бұл қажеттілікке қалай жаратып жатырмыз деген сияқты, соның бәрін көрсетіп отырса, өзінің еңбегінің қалай екендігін жасап жатқандығын көрсетіп отырса, ол міндетті түрде бала адал еңбекке тәрбиеленеді деп ойлаймын. Яғни ол айтқан бір бөлек, оны үйде көрсеткен бір бөлек. Бұл жерде қандай бала болмасын, ол міндетті түрде ата-анасын міндетті түрде бір тұтады, ата-анасынан сабақ алады, ата-анасына ұқсасам екен деп өседі, сондай жетістікке жетсем екен деп өседі. Сондықтан ең бірінші бала кезден бастап балаға адалдықты қалыптастырушы бұл ата-ана, ата-ананың еңбегі. Адал сүт деп айтамыз ғой, ананың берген адал сүті. Яғни соның бәрі бойға дарса, ол еңбектің адалдығын, құндылығын өсе келе бала түсінеді. Менің өзімнің жалпы отбасымыздағы ұстанымымыздың өзі осы, яғни адалдықты балаға көрсете білу тәрбиеде, шынайылықты, жоқ нәрсені жоқ, бар нәрсені бар етіп, бар екендігін айтып, жоқ нәрсенің жоқ екендігін, қолжетімсіз нәрсенің
дәл қазір болмай тұрса да болашақта қалай қол жеткізуге болатындығын көрсету. Сонда ол бала шынайылық пен жалғанның арасын түсінеді, ара жігін ажырата алады. Сондықтан не нәрсенің қолжетімді, не нәрсенің қолжетімсіз екенін, қалай қол жеткізу керек екенін бала отбасында түсіне бастайды. Сонда ол адал еңбек етуге қадам жасайтын болады алдағы уақытта. Енді осы адал ұрпақ тәрбиелеу деп жатырмыз. Осы қаншалықты біздің қоғам үшін маңызды? Адал ұрпақ деп жатқанымыз қоғамның қазіргі тірегі, жалпы елдің ертеңі бұл бүгінгі бала ғой. Болашақта ол адалдық ең басты қажеттілік, ең басты құндылық. Өзі бала тәрбиесінде де халқымыз жалпы өмір сүруі дәстүрмен өрнектеп қойған ғой, біздің жалпы өмір сүруімізді. Басқа кітап, басқа еш нәрсе қажет емес, сол салт дәстүрді түбіне үңіліп, үйде дұрыс ұстай білсек, соның өзі өте үлкен тәрбие. Яғни біреудің ала жібін аттамауды балаға кішкентай кезінен бастап, жаңағыдай тұсауын кескеннен бастап, жалпы одан да кішірек кезінен бастап тәрбиелегенде біреудің ала жібін аттамауды тәрбиелеп, соны үйрету керек ең бірінші. Яғни тұнып тұрған тәрбие арқылы болашақты тәрбиелеуімізге болады. Ол үшін қалың қойын кітаптарды да оқып қажет емес сияқты. Дәстүрді дұрыс берік ұстансақ, адал азамат үйден ақ тәрбиеленіп шығады, отбасынан ақ. Яғни айтып отырмын ғой, біреудің ала жібін аттама деп, күнделікті үйде жасаған іс-қимылдарымыз арқылы ата-ана соған үлгі отырсақ, ертеңгі болашағымыз біздің адал болатыны айдан анық. Баланы бала жастан, тал бесіктен дұрыс тәрбиелесек, ол елдің ертеңін дұрыс тәрбиелеп отырмыз біз. Жақсы, енді айтып отырсыз, салт дәстүрдің өзі үлкен бір тәрбие деп. Осы өз отбасыңызда қандай салт дәстүрлер ұстанасыз? Жалпы бала шіретіп дүниеге келгеннен бастап бесікке салу, бірінші балаларды бесікке салып, соны бесікке салудың өзін жаңағыдай үйде өз отбасымызда ғана емес, туыстарды шақырып, жаңағы соны кішкентай балаларға көрсетіп, үлкен кісілерден бата алып, үлкен әжелерімізге салдырып, сондай нәрселерді атап өтеміз, көрсете бастаймыз. Одан кейін міндетті түрде тұсау кесу, ол міндетті түрде жақсы деңгейде, үлкен дәрежеде өткізіледі. Яғни тұсау кесудің өзі. Тіпті оның алдында есімін қою баланың жалпы. Оның өзінде яғни ол да маңызды жалпы баланың өміріне. Сол кезден бастап, есім қоюдан бастап, бесікке салу, тұсау кесу, жалпы отбасында қажетті дәстүрлердің барлығын өз деңгейінде орындап отырамыз, және де соған орындап отыруды дұрыс деп санаймын. Себебі сол салт дәстүрді орындау арқылы баланың болашақта тәрбиесіне өте үлкен септігін тигіземін деп айтуға болады. Яғни мынандай бол, немесе былай жүр демей ақ, күнделікті жай ғана үстел басында отырғанда да әкенің орны қай жерде болу керек, ана қай жерде отыру керек, балалар қалай ретімен отыру керек деген нәрсенің өзін үйде соның өзін реттеп, соның өзін солай отырамыз. Яғни соның өзі балаларға берілетін өте үлкен тәрбие деп ойлаймын. Жалпы сөзді бөлмеу деп сөйлеудің өзі, яғни үлкен бірінші сөйлеу керек, кіші тыңдау керек деген сияқты, сәлем беру, қонақты қалай қарсы алу, яғни жалпы өмірімізді осы салт дәстүрмен өрнектеп отырмыз деп айтуға болады. Жақсы, сонда барлығы отбасынан басталады. Адамның адам болып қалыптасуының бірден бір тірегі ол ата-ана, отбасы, осы отбасындағы салт дәстүрлер деп отырсыз. Енді осы ата-ана мен мектептің бірлескен жұмысы адалдық тәрбиесіне қалай әсер етеді? Енді бала жаста жалпы мектеппен отбасының мектеп бітіріп кеткенше отбасы мен мектептің ара қатынасы өте тығыз болу керек. Себебі қазіргі таңда тұрмыс тіршіліктің қажеттілігі бар, соның барлығын ата-ана таңертең кешке дейін мектепте болады, жұмыста болады да, бала көбінде мектепте қалған уақыты қосымшада немесе бос уақыт өтіп жатады. Сондықтан мектептің тыныс тіршілігін біліп отырған ата-ана, хабардар болып отырған ата-ана көп нәрсені біледі, баласының жағдайын біліп отырады. Сондықтан жалпы осы ара қатынас өте тығыз болу керек баламен
ұстаздың арасындағы қарым қатынасты жалпы баланың отбасыдағы ата ананың қарым қатынасы үшті одақ деп жатамыз ғой, ол өте жақсы қарым қатынаста болса, үш жақтап берілген тәрбие білім балаға өте жақсы әсер етеді. Яғни мектептің тыныс тіршілігінен ата ана хабардар болып отырса, немесе отбасындағы жағдайдан сынып жетекшісі бар ұстаздары хабардар болып отырса, ол баланың жақсы жағына өте үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймын. Яғни бұл барлығымыздың да мүддеміз біреу ғой, баланың жақсы азамат болып қалыптасуы. Сондықтан бұл жерде мектеп пен отбасы өте жақсы қарым қатынаста, тығыз қарым қатынаста болу керек деп ойлаймын. Сонда ғана екі жақтан көмек көрсетсек, ол бала өте жақсы тәрбиелі, білімді, яғни еліміздің болашақ азаматы болып қалыптасады деген ойдамын. Рахмет. Енді осы адал азамат тәрбиелеу үшін ата ана қандай қағидаларды ұстануы керек? Ең бастапқы қағида, жалпы ата ана іс әрекетімен балаға мысал болу керек қой. Ең бірінші отбасында дұрыс тәрбие берілсе, яғни өзінің жасап жатқан іс әрекетімен дұрыс тәрбие берсе, ол бала өзі отбасынан алған нәрсесін сыртта да көрсетеді, мектепке келгенде де көрсетеді. Сондықтан ең бірінші ата ана балаға жақсы бол, жақсы сөйле демей, бірінші өзі жақсы болып, өзі жақсы сөйлесе, ол міндетті түрде бала ол ата ананың айнасы. Балаңа қарап өзіңді көруіңе болады жай ғана. Оны қай уақытта бақылай аласыз, оны үйде кішкентай бала бар кезде бақылай аласыз. Яғни көбіне сырттай қарап отырсаңыз, көбінде кішкентай бала үйдегі үлкен адамдардың айтқан сөзін қайталап жүреді. Яғни міне нақты дәлелі сол. Үлкен балалар оны көрсете қоймаса, кішкентай бала оны нақты көрсетеді. Бала ата ананың айнасы деп отырғанымыз осы ғой. Сондықтан бала, ең бірінші ата ана балаға жақсы тәрбиелі болсын десе, өзін өзі тәрбиелеу керек. Жақсы бала өскен сайын тәрбиесін баланың емес, өзінің тәрбиесін жетілдіру керек. Сонда балам жақсы болады, балам тәрбиелі болады дегені 100% сенімді түрі осы деп ойлаймын. Ең бірінші өзіміз тәрбиелі болсақ, сол баламызға үлгі болмақ. Сырттан, басқа жақтан үлгі болмай-ақ, өзіміз ата ана басты үлгісі өзімізбіз. Сондықтан өзіміз үлгілі болуымыз керек. Ата ана әрдайым өз ізденісте болу керек, өз-өзін. Баланың бүгінгі таңдағы қажеттілігін қанағаттандыру үшін ата ана бала өскен сайын өзі де сонымен баламен бірге өсіп, заманның талабына сай жауап бере алатындай сондай ата ана болу керек. Сонда ғана бала қажеттілікті сырттан іздемейді. Ата ананың бойынан сөзінен, тәрбиесінен алып отырса қажеттілікті, ол бала сырттан еш нәрсені іздемейді. Яғни менің ата анам барлығын біледі екен деп, өзінің сұрағын ата ананың күнделікті тұрмыс тіршілігінен таба алады. Сонда баланы өзінің іс әрекеті арқылы тәрбиелеуге болады ата ана. Жақсы, Балзия мұғалім, бүгін сұхбатымыз мәресіне жетіп қалды. Осындай пайдалы, мазмұнды сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Енді біздің көрермендерге де пайдалы болады деген ойдамын. Пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.